Куда бежишь ты? Куда? Маскеоге! Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Сіздермен бірге Москва Қазақша бағдарламасы. Бүгін біз сіздерге Мәскеудегі ең жақсы Әдемі ғажап орындар туралы айтқымыз келеді. Ал кеттік. Қазір мен ең туристік орында тұрамын. Қызыл алаң бұл Мәскеудің визит карточкасы. Осында Кремль, тарихи мұражай және Минин мен Пожарский ескерткіші орналасқан. Бұрынғы кезде бұл алаңда өрт жиі болып тұрғандықтан өрт деп аталған. Кейінірек алаң қызыл деген атқа ие болған. Орыс тілінде бұл әдемі деген мағынаны білдірді. Бұл жер толық жаяу аймақ. 1930 жылға дейін қызыл алаң үстімен трамвайлар жүрген. Қандан алдында кездесейік, және лимонад ішкің келеді ме? Осы сөйлемдер қандай орынды көрсетеді? Дұрыс, бұл гум. Гумның ғимараты псевдорыс стильде жасалған. 23-ші жұмыстан Померанцевтің жобасы таңдалды. Бұрын универмагта банк, шаштараз, тіс дәрігерінің кабинеті және пошта бөлімшесі болған. Бүгінгі таңда гум сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар сән әлеміне арналған кеңістік болып саналады. 3-ші қабатта гум Redline атты көркемөнер галереясы орналасқан. Бұл жерде қазіргі заман суретшілерінің жұмыстарын көруге болады. Кремльге жақын тағы бір Ресейдің мәдениетінің өте маңызды бейне орналасқан. Бұл үлкен театр. Ол әлемнің ең мәнді балет мен операның театрлардан бірі. Театрдың заманауи классицизм деген өнерінің бағытында ғимараты 1856 жылы құрылған. Дінмандайшаның үстінде квадрига орналасқан. Бұл 4 Жигули атпен антикалық 2 дөңгелекті колесница. Осы мүсін авторы Петр Клод. 1941 жылы фашистік авиация шабуылы кезінде Аполлонның квадригасы қатты бұзылды. Сосын оны қалпына келтірді. Қазір біз Зарядье саябағында боламыз. Осы саябақ 2017 жылы ашылды. Оның құрылуымен Нью-Йорктен сәулетшілер айналысты. Бұл сәулетшілердің компаниясының жобаларға Нью-Йорктағы Хайлайн парк, тағы басқа ақшыдағы орналасқан ғимараттар және Лондон музыканың орталығы қатысты болады. Осында ұшатын көпір орналасқан. Бұл ұзындығы 70 метр бетон арыз. Бұл арадан Кремль, қаланың орталығы, Мәскеу өзінің жағасы көрінісі көзге шалынатын. Парктың аумағында концерт залы орналасқан. Осында жиі түрлі шаралар өтеді. Сізге ұнады ма? Өте ұнайды, өте керемет. Өте керемет, я? Өте әдемі қала. Әдемі қала, ең жақсы қала. Әлемде. Әлемде? Рас па?